Мәке, неке қидырып не болды? Құтты болсын, Мәке. Мәке, неке қидырып, міне, көрсетіңізші кітапшаңыз. Бұйырсын осындай. Міне, мен мына жерге куәгер болып отырмын, Мәкесі. Атын жауап қояйық, көрсетпейік. Жем-жем қатты Құтты болсын, алғысыңыз. Рахмет. Алла разы болсын дейді. Қашан үйлесіз, сен үйлесіз. Бұйырса, осы жердегі бетін қидырам. Dilегің келе Короче, болды. Бізге бір рет үйленсек жетеді, иншалла. Мына жерге келіп некеміз қидырамыз. Қайырлы күн, қалайсыздар? Жақсыздар ма? В общем, бірдеңке білдірейін деп жатырмын. Бұл жолы рас, бұл жолы шын болады. Бүгін ертең деп айтпаймын, бірақ аняқ. Ең бастысы бірге болыңыз. Қолдауларыңыз қажет, достар. Ал баршаларыңызға ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Короче, в общем, бітпейтін қу тіршілік қой. Қазір бір жерге келдім. Жасыратын ештеңесі жоқ, достар. Есіде тұр, коробкалар тұр, бір кішігірім база ғой енді. Жұмыс істеу керек, жатпау керек негізінде. Мен барлықтарыңыз білесіздер, чаймен айналысам, және де дополнительный тағы бір жақсы бір жұмысқа кірісейін деп жатырмын. Адамға пайдалы. Кеттік. Қаднай, жұмыстың жаңағы аяқталуының бір 50%-ын дәл осы техника бітіретін болады. Кір болып тұр енді, жуып, ретке келтіреміз, бәрін қалпына нетіп, осы техникамен біраз шаруа бітіретін боламыз. Сенің айналыспайтын дүниең жоқ деп айтатын жандарға тағы да мен көрсеткім келеді. Толығымен сіздерге келесі историяларды көрсететін боламыз. Ал баршаларыңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Мен негізінде денсаулыққа өте кішкене халатына қарап кеттім соңғы кездерінде. Ол бірінші аяқпен связаны негізінде. Алдында аяғым сынған кезде 14 ақпен гипс тағып, до конца емдемей, в общем, лақтырып алдым негізінде. Қазір аяғымды емдеуге кірістім, тоқ алып жатырмын, кальцийлерге бәрі. В общем, ауырып жүр енді аяғым. Сол үшін жаңа батқаннан кейін кірісе бастадық. Өздеріңізге қарап жүріңіздер, денсаулық аманат деп айтады. Мен косметика магазинінен шықтым, неше түрлі косметикалар алдым, енді көрсетіп боламын не алғандарымды. Енді, короче, андай нәрсе ғой, дала өте ыстық. Сонымен көп далаға да шыққым келмейді. Сосын еще мен директорды ашып оқысам, маған жазыпты, бірнеше адам жазыпты. Неғып сыртқа шықпайсыз, ылғи үйден сторис саласыз, сыртқа шығуға қорқып жүрсіз ба, сізді алып қашады деп деген сияқты. Жоқ, достар, жалпы мен ешкім алып қашпайды. И ол кісі де енді сержанда историясында мен ағекен алып қашайын деп жатырмын деген әңгіме айтпаған ғой. Может быть, басқа бір қызды алып қашқысы келген шығар енді, бірақ ол менің мінезімді өте жақсы біледі. Мен не только алып қашу, менің қалауымсыз орындалған кез келген нәрсеге өте қатты қарсы болып қалатын адаммын. Мен мінезім қатты екенін де білесіздер, мінезім өте қатты шығып кетеді. Сондықтан ол нәрсе үшін емес, просто дала ыстық болғаннан кейін ештеңе жақпайтыны бар. А так сол, жаңалық жоқ. Қалдарыңыз қалай? Мен қазір покупка жасауға бір күшті жерге келгенім бар. Стористарды қарап отырыңыздар, қыздар үшін өте қажетті дүниелерді көрсететін боламын қазір. Әдемі кетіп қалдым. Алғанының барлығын үйге барғаннан кейін көрсететін боламын. Бірақ одан бөлек енді бұл жерден оптом алатын болсаңыздар, егер де отправка болатын болса, басқа бір қаладан заказ беретін болсаңыздар, сіздерге оптом товарлар жіберетін болады. Ал Алматы қаласының тұрғындары болатын болсаңыздар, келіп қалаған нәрселеріңізді таңдап, қалаған суммада өздеріңізге алып кете аласыздар. Сондықтан міндетті түрде астында көрсетілген сілтемемен өтіп, осы магазинге кіріп жазсаңыздар болады. Алматы қаласында орналасқан. Сол, мен өзімнің не алғандарымды барлығын ертеңдері көрсететін боламын.